Діттеу тудым, қайта тудым. Діттеу. Тәңірлік дүниетанымдық өлшем тудым, қайта тудым. Басқа дүниетанымдарда перерождение, переселение душ, реинкарнация, қазіргі заманның ғылымында клонирование деп айтылып жүр. Бұлардың барлығы абстракция. Қазақта діттеуді жасайтын нақты зат аруақ. Қазақ адамның өз ұрпағынан өзін табиғи жолмен қайта туғызуын діттеу дейді. Жасанды діттеу клонируемая клетка или дублирование. Жасанды діттеу аруақтың сыңарлары, алдамшы өмірі қысқа. Аруақ қана таза діттеледі, мәңгілік өмір. Аруақты табу оңай шаруа емес. Қазақтың діті мықты, діттеген жеріне жетпей қойма, діттеген мақсатыңа жет, ақиқатты дітте, діттедім деген сөздеріне зер салып негізін ұқ. Бауырым, ұрпағыңнан өзіңді діттеу қазақ ұлтының ең ұлы мақсаты. Қазақ мақсат бар орында. Қазақ діттеу Құдай ұқыптап даралаған аруақтың діттелетін мәңгілік ісі. Қазақ ұрпағынан қайта туу үшін ұлтыңды сақта, кірме заңын қатаң сақта, дітте. Қазақ тайпа, тобыр, ұлыс, халық, кезбе, келімсек, тілемсек, қайыршы, бас сауғалаушы, сұрамсақтардан аулақ бол, жұғады. Қазақ барлық құт іс, барлық кәде іс, шежіре жүйе, діл, дін, кірме заңы, барлық тірлік, барлық айтылған ой, ұрпағыңа деген қам. Жиыла келе бір түйін, өз ұрпағыңнан өзің қайта туу үшін жасалады. Қазақ ғылыми терминмен айтсақ, сен өзіңді өзің ұрпағыңнан шежіре заңымен діттегенсің. Қазіргі түсінікпен айтсақ, клонированиеге жақын сөз. Қазақ діттелгің келсе, ұлан туа білуімен кірме заңын толық орында. Бауырым, жер бетінде бір ұлт өзінің ұрпағынан өзі қайта туған. Ол қазақ. Қазақ, сен ғана өмірдің өлшемін тудым. Тудым, өмір сүрдім, қайттым, бардым, келдім. Қайта тудым дегенсің. Қазақ, сен білесің, өлмейтін ол аруақ. Қазақ, аруақ өмірді ғұмыр, ғұмырды өмір жасайды. Қазақ, аруақ өмірді де, ғұмырды да өліммен екшеп алады. Өлім жоқ екен деме, бар, өлтірмейді, алады да қайтарады. Қазақ, діттеу дені белгілі жүйеде іске асады. Шежірелік ақпараттар жиынтығын бойына жинаған ұлт деп аталатын адамдар тобының болмысында жүреді. Қазақ діттеу денін жүргізем десең, ақ ол өмір, өлім ғұмыр екенін біл. Бәрі аққа байланысты екенін ұқ. Ақиқатын ашуға тырыс. Қазақ діттеу денін жүргізем десең, ақты қаз, ілім жолымен қаз. Ақиқатқа жету үшін қаз, ұлтыңды іліміне сай қазақ деп ата. Ақиқатын біл. Қазақ діттеу денін жүргізем десең, бабаларыңды анықта. Тініңді белгіле, шежіре жүйесін жаса. Діліңді ақиқатта. Қазақ аталық пен аналық кірігіп, аруақ, топырақ, адам. Қазақ ұлт тұтастығын, шежірелік ақпаратты таза сақта. Діл кестесін, аба есептеу жүйесін пайдалан. Кірме заңын қолдан. Кірме қызын алма, қызыңды берме. Алсаң берсең ұрпағыңнан қайта тумайсың. Құлдырау басталады, ұрпағыңнан қайта ту. Қазақ
Шежірелік ақпаратқа бөтен ақпарат кіргізбе, қам жаса, таза қанды сақта. Қазақ, басқа халықтан туған бала бөгде, тағдырын зер сала зерделе. Шежіре ақпараты бүлінген, олардан қауіп бар. Қазақ, жаттан бөгде боп туған ұрпақтың табиғат заңы бойынша жылдардан жылдар өткенде үрім бұтағы дерлігімен құрып, жойылып кетеді. Қазақ, сенбесең тарихқа үңіл, зертте, әлемді дүр сілкіндіріп, басқа ұлттардан қатын алған небір корольдар мен императорлардың ұрпағынан дым да жоқ, дерлігімен құрып кеткен. Ой түй, сабақ ал. Қазақ, гүл екеш гүлде, бөгде гүлмен будандасудан пайда болған тұқымын ауру жасап, құртып жібереді. Ой түй, сабақ ал. Қазақ, шежіре заңын бүлдіріп, түп тамырын білмей, жеті ата араламай үйленіп, ұлттың таза қанын бүлдіріп туған бала жетесіз. Қазақ, жетесіз туған ұрпақ шежірелік ақпаратты аздырады, тоздырады. Қазақ, біз біраз жылдарға созылған кемшіндікке ұшырадық. Жетесіз туған құмалақ бір қарын майды шірітті. Жетесізді шежіре заңымен үйлендір, қатарға қос. Қазақ, барлық мақсат өмірді шыр айналдыру үшін жасалсын. Айналаңа қара, әлем шыр айналып тұр. Шыр айналып тұрған әлемге адам өмірі кесек көлденең жатпайды. Айналдыр, өмірді шыр көбелек айналдыр. Өмірді өмірге жалға. Адам өмірін айналымсыз жасаған Құдай дәрменсіз. Қазақ, өмір мен өлім, жарық пен көлеңке секілді, алма кезек ауысады. Құдай шебер, өлдің бітті тұжырымы сандырақ, өмір қолыңда. Қазақ, нәсіл түрленіп ұлт болып, ұлт азып тобыр болуы шежіреден. Қазақ, ұрпағыңнан қайтату, өмірді өлімнен оздыр. Өлімнің арманы өмір болу, табиғи жолмен өз ұрпағыңнан өзің ту. Қазақ, аруақтың салмағы 24 грамм. Жарату, қайту, қайта туу мүмкіндігіне ие. Ғылым клон тәсілімен айналысуда. Құпта, клон жасап өмірді оздыр. Қазақ, аруақ өмірдің дәл өзі. Қазақ, аруақ өлмейді. Аруақ ол сен, ол сенің арғы тегің. Қазақ, өз ұрпағыңнан ту, қайта ту. Қазақ, ұрпақ қамы, ұлт қамы. Қазақ, ұрпағыңның қамын ойламасаң, шежіреңнің біткені, тарихыңның біткені. Қазақ, ойланбай іс қылып, от баспа, шежіре заңын ұмытпа. Қазақ, ұлан ту, асыл тұқымың. Қазақ, аруақ адам, адам аруақ, бірде өмір, бірде ғұмыр, тудым айналым, өмірді өмірге жалға. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 255-256 бет.